Сәлем достар, сіздермен бірге мен Ақсерия достар. Бүгінгі видеода бізде элитный лагерь бірінші серия болады. Ал ендеше бастаймыз. Ұлдар, есікті тез ашыңдаршы. Не болды, ашамыз ғой қазір. Тоқылдатамыз ғой бірінші. Кет, ол кісілер естімейді ғой. Тоңғылдатайықшы. Мәшал. О, балалар келіп қалған секілді. Иә, соны айтамын. Сәлеметсіз бе, апай? Сәлеметсіз бе, апай? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, апай? Сәлеметсіз бе, апай? Сәлеметсіз бе, апай? Сәлеметсіз бе, апай? Сәлеметсіңдер ме, ұлдар? Біз сендерге қарап жүретін, яғни тәрбиешілеріміз. Тәрбиеші деп айтамыз, яғни мұғалімдеріңбіз. Я. Менің есімім Айгүл, ал жандарында тұрған ағаларының есімімен өздерің танысып алыңдар. Мен де ол ағаларымен әлі танысқан жоқпын. Жарайды. Менің есімім Мұхтар. Неге Дәу дедің? Дәулетов Мұхтар. Менің атым Дәулет. Олжас. Жақсы балалар, сендер өздерің бір-біріңмен осында бізді таныстырасыңдар. Келіңдер, тұрмаңдар. Жақсы. Сәлеметсіз бе? Кіре қойыңдар балалар, ұлдар, тұрмаңдар. Тұрмаңдар болды балалар. Тұрсаңдаршы болды, кіріңдер. Ең бірінші қыздың жолы жіңішке дегенде қыздар ереді. Біз есікті жауып қоямыз. Біз сендерге бүгін бөлмелеріңмен таныстыратын боламыз. Сендер ұялы телефондарыңды алып келген жоқсыңдар ма? Енді хабарландыруда ұялы телефонсыз келіңдер деп тұрды ғой. Я, ұялы телефонсыз келгендерің жақсы, себебі біз элитный лагерьде ойында ойнаймыз, сендерді ойнатамыз. Двухэтажный үйде ойын ойнауға бола ма? Болады. Жарайды, ендеше ойынды бастаймыз. Мен сендерге бөлмелерді көрсетейін. Ал жүре қойыңдар балалар, мананы біздің бір шкафчиктің. Шкафчиктерді өздерін таңдап алыңдар, немесе шкафчиксіз киінуге болады. Қыста келетін балаларға шкафчик болады мысалға. Тұршы былай, подружка. Балалар, мен сендерге көрсетейін, барлықтарын жүріңдер. 10 минуттан кейін. В общем, 3 ботаник. Екеуің сыныпта ботаница емессіңдер ма? Ичо не болып қалыпты соншама, біз ботаница болсақ не болыпты, бірдеңе болу керек па не? Бірдеңе болу керек дедік па не? Ал біз сендерге бірдеңе болды дедік па не? Қарақтарым, бізбен салғаспай қойындаршы. Двошницалар. Өздеріңен қарап алыңдар, сабақта 1002 алдыңдар ғой, 90-дыққа 2-ге шықтыңдар прям. Сабақта апай сөйлеп атқанды тыңдамайсыңдар, телефон көріп отырасыңдар, ата-аналарың мектепке 1045 рет келген шығар сендер үшін. Мен отбасымда шаруаң қанша сендің, а? Шаруам сонша, ал не болыпты ал? Қарағым, аузың жапшы. Жаппайым, сен кімсің соншама мен аузым жабатындай? Өзің жап аузыңды, жаппайым мен аузымды. Ал сен кімсің менің аузымды жабатындай? Сенің аузыңды именно біреу жабу керек ба не? Өзің жаба алмайсың ба не? Сапылдақ. Қош, болды, мен сендермен салғыласып тұрғым келмейді. Кетіңдерші бар, осылармен салғыласып тұрамыз ба? Кеттікші, жүрші, Камила, жүрші. Ой, Камила деппін ғой, жүрші, Карина. Жанель, сен дұрыс істедің. Рахмет, айым. Жүр, Карина. Өй, кім? Қайта. Кім еді аттым? Бірден айтам ба? Өй, Камила, сен неге қайта. Дей бересің? Ой, қош, менде привычка. Давай ұлдарға барайық. Давайте. Привет, ұлдар. Че там неме істеп отырсыңдар? Сендердің шаруаларың қанша вообще? Кімсіңдер сендер біздің өсек тыңдайтындай?
Сендер не өсекшілерсіңдер ма не? Өсексіміз дедік па не? Қыздар, өздерің бірінші бастап келмеңдерші, пожалуйста, өздерің комнаталарыңа барыңдаршы. Хотя бы екеусіңдер ғой, немене басқа қыздармен ойнамай жүрсіңдер? Немене оларды ойынға қоспай өздерің бөлексініп жүрсіңдер? Біз бөлексініп жүрген жоқпыз, олар өздері бірінші бастайды. Олар бірінші бастамайды, сендер ме білеміз ғой? Біз сендердің қылықтарын жаттап алдық. Мектепте де өздерің бірінші бастайсыңдар. Бірінші бастасақ не болып, ал не істейсіңдер? Ой, Камила, бастамаш, білем ғой сені, бар кетші бар. Олар Камиламен сөйлеспей қойғыш, жүріңдерші қыздардың комнатасына барып, солармен сөйлесейікші. Соны айтам, жүріңдерші. Жүріңдерші солармен қызықтырақ қой. Я, олар әңгіме күшті, страшный историялар, күлкілі историялардың бәрін біледі екеу. Соны айтам, кеттікші. О, привет, қыздар. Привет. Я, сендер білесіңдер ма, алдында бар ғой, я, ДК-да бар ғой, я, бір сахна болған ғой, я. Ондай мәдениет үйі болды ғой, я, сол кезде бар ғой, білесің ба, не болды? И поэтому бар ғой, я. Я, еще ұлдар. Ана, ұлдарды қараш, даже бізбен дос болғысы келмейді, прикинь. Ну, өзіміз бірінші бастап теспеуіміз керек. Сонда сен не, біз бірінші бастадық деп ойлап тұрсың ба? Құмаш? Енді біз рас қой, өзіміз бірінші келіп бастадық. И так мы виноваты. Ну ладно, қыздар, жақсы әңгіме айтыңдар. Жарайды, біз кеттік. Жарайды, сау болыңдар, ұлдар. Сау болыңдар деппін ғой, біз бір лагерьде тұрады екенбіз ғой. Бірақ маған интересно, барлық сыныптастарымызбен бір лагерьде тұрған странный екен. Несін странный, как будто біреуіміз ағалы бауырлы тұрғандай. Зато бір-бірімізді күнде көре аламыз. Әлгі онлайн сабақтардан шаршап кеттім мен, бар ғой. Менде қайта лагерьге барғанымыз жақсы болды. Не маска тақпаймыз лагерьде. Әйтпесе мектепте маска тағып құлағым ашып кетті ғой. Тек қана сенің емес, менің де құлағым ашып кетті ғой. Жақсы қыздар, біз залға барайық. Жақсы, сау болыңдар. Так. Осылар ше маған ұнамайды. Балаларға беретін ойыншықтарды берейік. Жақсы, қазір мен оларды алып келейін. Жақсы, тек тез барып кеш, балалар күтіп қалады. Міне, мәссаған, түрін көрінбей қалды ғой. Жақсы, мен қыздармен оларға апарайын. Олдар, мынау сендердің іштерің піспаш үшін ойыншықтар. Рахмет, ағай. Давайте ішінде не бар? Курик. О, гитара. Кім гитара шерте алады? Қыздар, неге екеусіңдер? Қалған екі қыз қайда? Камила мен Карина олар екінші этажға кетіп қалған, көреміз деп. Жақсы, онда ше мынау сендердің ойыншықтарын ойнай тұрасыңдар. Жақсы. Жақсы, сау бол. Жақсы. Жүріңдер кет. Балалар, бізге мән бермеңдер, біз осында жай келдік. Так, балаларға айтайық. Балалар, сендер білесіңдер ме, бізді Мұхтар аға бізде уақытымыз болмай тұр, біз қазір біраз неге бар келуіміз керек. Ағаларың екеуміз бізде жұмыстар шығып қалды, сол үшін біз бар келсек, үстіде басқа асханашы апай да бар, жалғыз емессіңдер, біз қазір бір жұмысқа бар келеміз. Жақсы, сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Кеттік, барайық. Онда не бар екен, карта бар ма не? О, күшті нәрсе келіпті ғой, давай қарайық. О, мынау маған болады. Туф, мынау ондайше маған. Ладно. Мына жастық маған. Мына бобайт маған. Мына артық қойық, неге барлығы неге кеден алып келген. Және бобайттарды сал қойық, потом өзіміз жеке ойнаймыз. О, карта бар екен. Айтпақшы, мен карта ойнай алам. Мен ойнай алмайым. Мен тоже ойнай алам. Давай ұлдарға айтайық, карта ойнайсыңдар ма деп. Привет, ұлдар. О, привет, қалайсыңдар?
Карта ойнайсыңдар ма? О, бізде де как раз карта бар ғой. Давай бірінші біздің карталарымызды ойнап тастайық. Давайте карта ойнайық, келіңдер. Тек қана төртеумізге ма орын? Давай тағы біраз орын алайық. Давай мына жердегі қыздар үске болып кетті ғой. Қазір ағайлар келіп қалатын шығар. Болды. Ағай, апай, сіздер қайда бар келдіңіздер? Ана жақтағы дүкеннен бар келгенбіз ғой. Дүкеннен барып қарыздарымызды төлеп келдік. Өйткені мына бір үлкен лагерге біз тағамдарды қарызға алған болатынбыз. Сол қарыздарымызды төлеп келдік. Сонда қалай 5 минутта төлеп келдіңіздер? Ол дүкен өте жақын. Сендер көргендегі бір дүкен бар ғой. Әлгі супермаркет ба? Жұлдыз супермаркет деген ба? Я, сол ғой. Сол не болды? Қандай көмек керек? Бізге мына бір осы диванды өзгертіп бересіз бе? Бізге ұнамай тұр бар ғой. Қай? Жарайды, біз қазір нелерді шақырамыз. Үлкен қыласыңдар ма? Я, бізге үлкен керек. Жақсы, қазір жүр звондаймыз. Ал ұнады ма сендерге бұл диван? Мәссаған, қыздар, ұлдар, келіңдер ойнаймыз бәріміз. Давайте карта ойнайық па? Білмеймін, карта ойнайық па, или басқа нәрсе ойнайық па? Давайте дуб ойнайық, құлдар. Карта ойнамай қойықшы, оны потом ойнаймыз. Ой, қыздар, осы сендерді білеміз ғой бірдеңе. Уса бересіңдер. Ничего страшного. Давайте қай допты ойнайық. Мына доп келеді ғой, өйткені анау басып қойып. Ладно, давайте мына жерге қатарға тұрамыз. Отырыспақ ойнайық, давайте. Давайте отырыспақ. Волейбол или мына жерде тар ғой, қайдағы волейбол. Қазына бір ойнен алып тастайын. Вот енді өйстіп тұрғанымыз жақсы болды. Әйтпесе не болып кетеді. Ал болды, бәріміз өйстіп тұрайық. Ұлдар, сендер бірінші бастаңдар. Доптан. Ал екі қыз қайда? Білмеймін, қас келетін шығар олар. Үстінге тастық. Соны айтсай. Не қызық болып жатыр залда. Что-то мне ойнап жатсыңдар? Шаруанғанша. Ой, сәлем қыздар, біз сендерді как раз іздеп тұрғанбыз. Кімді айтсаң сол келеді деген, тұрыңдар. Мен сенің жаныңа тұрмай. Үйбей. Подруга, мені күтші. Давайте. Ал допты кім тосып аламай қояды, сол ойыннан шығады. Неге допты жерге лақтыра салдың? Сен өзің қой допты маған қисы лақтырған. Так что сен отырасың, отырыспақ болса. Құмаш. Бұл рас қой, сен лақтырғаннан кейін сен отыруың керек қой. Қойсай, ол лақтырды ғой, маған қисы лақтырды. Біз дәл өзіміздің көзімізбен көрдік қой. Сен допты қолыңа тигенде өзің қолдан ұстап, қайттан жерге лақтыра салдың ғой. Соны айтам, көрдік қой бізді. Айтшы, Карина. Негізінде олар дұрыс айтып тұр. Ой, Камила дұрыс айтады. Ну ладно, отырам ал. По-любому сендердің лақтырған доптарын тосып алам. 1, 2, 3. Ля-ля-ля, стай алмадым. Қазмен біреуіне лақтырам. Оп! Айттым ғой, стай алмайсың деп. Опля. Қойыңдаршы, мен ортада тұрғаннан не қызық болады? Зато бізге қызықты болады, сен допты тосып алып жүрсеген. Қойшы, болды, басынан бастаймыз. Неге именно маға лақтырып қалдыңдар? Мен ол кезде шашымды жинап тұрдым. Ал біз көрмей қалдық. Болды, ұлдар, болды. Қойыңдаршы. Ал допты кім лақтырады? Сен қолында тұр ғой, допты сен лақтырасың, так что.
Ал, ну ладно, бастаймыз. Мә. Карина маға... Немене маға лақтырмайсыңдар? Мен сонда мына жерде ойында жоқпын ба? Немене маға лақтырмайсыңдар вообще? Қойсаң қазір лақтырса, сен тағы да ортаға кіресің ғой. Тосып алмайсың, сосын кейін бізге қайтадан жынданасың. Малявка. Мен малявка емеспін. Өзің орысша білмейсің ғой. Даже малявка деген сөздің мағынасын да білмейсің. Шапшы аузыңды. Маған допты беріңдерші. Мәшал. Немене тосып алмайсың, енді біз саған дәл қолыңа аттық қой. Қумаш, мен аяғыма қарай аттым. Қолыңа аттық. Қойш, біз семе ойнамыз келмейді допты бар. Кетші бар. Біз семе ойнамаймыз. Мен ойнамасам, Карина да ойнамайды. Жүр, Карина. Қойшы, ол сен ғой, мен ойнағым келіп тұр. Карина әйтпесе. Ну ладно. Қойш, андар қызықты ойнап жатыр ғой. Ну и чё қызықты ойнап жатсам, мен оларға көрсетсем қызықты ойынды потом. Алдар, өзіміз ойнай берейікші. Бірақ оған жалко секілді ғой, өзі жалғыз ойнап жатыр. Несі жалко? Ол өзі бірінші бастады. Өзі мен допты ойнаса, ол как всегда өзі бірінші ұрысты бастайды. Лақтырмасақ, лақтырмады дейді. Лақтырсақ, допты тосып ала алмай қалады. Потом ортаға кірсе, тағы да ашуланады. Сондықтан онымен ойнаған не интересно. Өзі бірінші бастайды. Соны айтам. Жанель, оған жаның ашмай қойсыншы. Ну ладно. Ладно, лақтырыңдар. Мынау деген отырыспақ емес, волейбол болып қойды ғой. Онда отырыспақ емес, волейбол ойнайық. Волейбол ойнайсыңдар, мен қосылам, мен допты күшті тосып алам. Просто... Ну ладно, қоса салайық шоны, мен де ойнайым. Вот негізінде Карина күшті ойнайды. Бірақ сен өзің Каринаны алып кете бересің. Карина, как всегда, менімен дос болу керек. Потому что ол менің лучшая подружкам. Өйткені ол өзі айтқан, мен сенімен как всегда бірге жүрем деп. Ол саған уәде берген жоқ, жай айтты. А если ренжісе, сен де мысалы Каринамен бірге жүрмейсің ғой, бірге дос болып. Ой, болды, олдар, қойындарш. Давайте играем. Жарайды ал. Тосып алсаңшы. Не дұрыс тосып алмайсың? Кәуітті өзің бір күшті тосып алғанда айттың ғой. Қарағым. Мен саған қарағым дейтінде не әже болып кеттің ба не? Жапшы аузында. Ауызды жаппайым. Керек па өзің жап, өз аузымды өзім басқара алатын шығармын мен. Өзің басқара алсаң, өз аузыңа басқарып жүр. Басқара алам мен. Сен өзің бірінші аузыңа ие бол. Болды, ұлдар, төбелеспендер. Кім? Омен бар ғой. Вообще ұрыспай қойш. Білем ғой он. Вообще омен ұрыспай қойш. Қазір омен 1000 сағат тұрасыз осында. Ұлдар, болды, допты лақтырыңдаршы. Әлі 5 сағат тұрамыз ба енді? Бір допты 1000 сағат ұстап. Ну ладно, мәндар. Ұстандар шал. Мә, тосып ал. Сөйтіп, кеш батып кетті. Мә, қыздар кеш бат кетіпті ғой. Ұлдар, қыздар кеш бат кетіпті ғой. Айтпақшы, оларға ужин беру керек. Ал балалар, сендер өздерің 2-ші этажға барып, асханаға барып, тамақтарыңды ішіп алыңдар.
Жақсы апай. Менің ойымша сендердің ойындарың қызықты өтіп жатқан секілді. Мына жерді шаңдатпай дұрыстап ойнап жатқан секілдісіңдер. Барыңдар да екінші этажға барып түстеніп алыңдар. Жақсы апай, жақсы. Лифтіға кезектесіп кіріңдерші, бірінші қыздар кіреді. Лифтіға сыймайсыңдар әйтпесе. Қыздың жолы жіңішке, бірінші қыз кіреді. Тұрыңдар. Кнопканы білесіңдер ма сендер? Кіріңдерші. Давайте барлықтарын кіре салыңдар, сияды келсеңдер. Біз просто ана бір удобный шатастырып аламыз. Кіріңдер. Апай, сіз бармайсыз ба? Жоқ, біз бағана түстеніп алғанбыз сендер нетіп тұрған кезде. Тіпті сендер обедтеріңді де ішпепсіңдер. Екінші этажға барып тамақтаныңдар.